Қалай Африкада шелекпен су тасып жүрген бала әлемнің ең қауіпті орта салмақ бәйгесіне айналды. Неге жас Камару Усманды ешкім тоқтата алмады. Қалай ол кедейліктен шығып, Есейдің патшасына айналды. Видео басталмас бұрын лайк басып, арнаға жазылып 4 сөзден тұратын комментарий жазуды ұмытпайық. Усман күреспен мектепте айналса бастаған, ал колледжде NCAA 2-ші дивизионда 3 рет. Ол Америка мәртебесіне ие болып, ұлттық чемпионатты жеңіп, ақш құрамасының олимпиадалық орталығына шақырту алған. 2013 жылы студенттер арасындағы әлем чемпионатында 8-ші орын алды. Бір жылдан кейін ол The Ultimate Fighting шоуының түсіріліміне қатысып, Джейсон Миллердің командасындағы жігіттерге күрес жаттығуларын үйретті. Дәл сол жерде ол алғаш рет ММА жаттығуларын байқап көріп, соққы техникасын жетілдіре бастады және біртіндеп бразилиялық джиу-джитсуды үйренді. Бірақ аралас жекпе-жекке толықтай арнауды ол тек бір жылдан кейін Олимпиадаға іріктеуде жеңілген соң шешті. Усманның толық аты Камарудин Усман, бірақ оны ешбір серіктесі де, бапкері де дұрыс айта алмайтын. Сол себепті күрес әлемінде оны қысқаша Марти деп атайтын. Джейсон Миллер болса оны күш деп атады, бірақ Усманның өзі Камару деген есімді таңдады. Дәл сол атпен ол ММА мансабын бастады. Күресте Усман 84 кг салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен, бірақ жаңа спортта 77 кг-ға дейін түсті. Оның дебюті 2012 жылдың қарашасында өтті. Негізгі картта жас таланттар Педро Мунис және Мерсет Бектишпен қатар шықты. Қарсыласы әуесқой деңгейде жақсы нәтиже көрсеткен дебютант Дэвид Кловер болды. Усман алғашқы жекпе-жекте сәл ебедейсіз көрінді, бірақ уақытылы тейкдаун жасап клинчте жақсы жұмыс істеді. Екінші раундта қарсыласын күреспен шаршатып, оң қолмен тамаша соққы жасап, Кловерді тордың қасында нокаутқа жіберді. Келесі жекпе-жегін Усман жарты жылдан кейін ғана өткізді. Оған ұзақ уақыт қарсылас табылмады. Ақшасы таусылып, Рашад Эванспен бірге тұрып, дұрыс тамақтануға мүмкіндік таппай жүрді. Сондықтан ол қысқа дайындықпен Хосе Касареспен кездесуге келісті. Касарес жердегі айқаста жақсы болатын, бірақ оның көрсеткіші 3-те 3 еді және ол 3 жеңіліс қатарынан келе жатқан. Жекпе-жек басталғаннан кейін 15 секунд өтпей Усман тейкдаун жасап, бірден толық маунтқа өтті. Ол үстінен сенімді жұмыс деп жатты, бірақ асығыстық танытып, арқасын беріп қойды. Касарес мүмкіндікті пайдаланып, тұзаққа түсіріп, буындырып жеңіске жетті. Усман сол сәтте беруге мәжбүр болды. Келесі 6 ай бойы Камару әр таңғы жаттығуын партердегі қорғаныспен шығу әдістерін қайталаудан бастады. Оның жаңа қарсыласы Рашид Абдулла болды. 2 жыл бұрын ол жартылай орта салмақта үздік 600 спортшының қатарына кірген, бірақ 3 жеңіліс қатарынан алып 3-те 6 көрсеткішпен шыққан еді. Бұл жекпе-жек аралық салмақта өтті. Ал турнир парақшасында Усманның есімі әлі де Марти деп жазылып тұрған еді. Жекпе-жек басталғаннан кейін 7 секунд өтпей ақ нигериялық қарсыласын жерге түсіріп, 3 минуттан астам уақыт бойы толық бақылауда ұстап, фул маунтқа өтіп, соққылармен жеңісті аяқтады. Күштірек қарсыласы деген командасы Усманға Legacy FC промоушнның келісімшарт алып берді. Оған бірден қарсыласы ретінде 2-де 1 рекордтағы Стивен Родригесті берді. Бұл қарсылас рейтингте жоқ еді, бірақ менеджерлердің ойынша бұл жекпе-жек Усманға алғашқы жеңіс сериясын бастауға мүмкіндік беру керек еді. Бұл жекпе-жек мейн карта ашқан болатын. Усман тағы толық үстемдік көрсетіп, жарты минуттан аз уақыт техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осылайша ол алғаш рет Fight Matrix рейтингінде пайда болды. Legacy FC ұйымындағы серіктестігін жалғастырып, келесі қарсыласы ретінде 8-де 2 көрсеткіштегі Лени Лавротоны алды. Бұл жолы Лавротто бірнеше тейкдауннан қорғана алды және тор маңында қарсылық көрсетті. Ол Усманды 3-ші раундқа дейін жеткізген алғашқы қарсыласы болды. Бірақ соңында нигериялықтың физикалық қуаты өз әсерін тигізіп, ол қарсыласын шаршатып, партерде соққылармен жеңіске жетті. Осылайша Камару Усман алғаш рет әлемдік рейтингтің үздік спортшыларының қатарына кірді. Ол рейтингте 600-ші орыннан көтеріліп, 3 айдан кейін келесі жекпе-жегін өткізді. Усманның танымалдығы артып, Legacy 33 турнирінің кештің қосалқы басты жекпе-жегінде өнер көрсетті. Қарсылас тәжірибелі Маркус Хикс. Оның рекорды 10 жеңіс пен 4 жеңіліс еді. Бұрын ол UFC титулы үшін таласқан және жеңіл салмақтағы үздік 40 спортшының қатарында болған. Алайда салмақ қуудағы қиындықтар мен жарақаттар оны 2,5 жылға спорттан алыстатты. Хикс салмақ лимитінен 1 келі артық болғанмен, бұл ешкімнің көзіне түспеді. Себебі Усман рингте одан әлдеқайда ірі болып қуатты көрінді. Жекпе-жек тура 1 минутқа созылды. Камару тор маңында тейкдаун жасап, үстінен соққылар сериясын бастады. Сосын 2-ші раундта дәл солай қайталады. Усман топ позициядан үздіксіз соққы жасап, ақырында төрешіні жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр етті.
Бұл кездесуден кейін Хикс кәсіби спортқа қайта оралған жоқ, ал Усман рейтингте 296 орынға көтерілді және келесі маусымда The Ultimate Fighting шоуының қатысушысының бірі атанды. TAF 21 маусымында жеңіс үшін Флорида штатының екі ірі ММА залы American Top Team және Black Zillions арасында бәсекелестік өтті. Усман өз командасының көшбасшысы болды және Майкл Гвинс пен Стив Карлды жеңіп, залын финалға алып шықты. Финалда оның қарсыласы Хайдер Хасан болды. Камару клинчте әдеттегідей жақсы жұмыс істеді, бірақ тейкдаун жасауға біраз уақыт кетті. Бірінші мүмкіндік туған сәтте жекпе-жек әдеттегі сценариймен жалғасты. Екінші раундтың алғашқы секундтарында Хасан оң апперкотпен дәл тигізіп, Усманды теңселтіп жіберді, бірақ Камару бірден аяққа өтуді сәтті орындады. 30 секунд өтпей, ол қолын треугольник арқылы тұншықтыру тәсілін жасап жекпе-жекті аяқтады. Осылайша Камару Усман TAF 21 маусымының чемпионы атанды және әлемге алғаш рет оның лақап аты нигериялық қорқыныш деп жарияланды. Бұл жеңіс оны бірден рейтингтің 34-ші орнына көтеріп, тура артында Колби Ковингтон тұрды, ал рейтингтің көшбасында сол кезде Робби Лоулер бастап тұрған. Ол титулын қайтарып алып, Рори Макдоналдқа қарсы сәтті қорғаған еді. Финалдан 2 ай өткен соң Усманның ресми қарсыласы болып, британдық Леон Эдвардс бекітілді. Сол кезде Эдвардс енді ғана аты шығып келе жатқан рейтингте 68-ші орында тұрған және UFC-дегі 3 жекпе-жегінің екеуін жеңіп, Сет Пачинскийді бар болғаны 8 секундта нокаутқа түсіріп танылған еді. Жекпе-жек кезінде Эдвард жақсы қозғалып, кейде күрестен қорған алды, бірақ Камарудың қарқыны мен физикалық күші тым басым болды. Ол 6 тейкдаун жасап, шамамен 11 минут бойы бақылауда ұстап, 100-ден астам соққы жасады. Нәтижесінде Усман бір ауыздан жеңіске жетті. Усман 2016 жылды рейтингтің 33-ші орында қарсы алып, келесі жекпе-жекте соққы техникасын көрсетемін деп уәде берді. Бірақ бәрі ойдағыдай болмады. Александр Яковлевке қарсы кездесуде ол тағы да ұзақ әрі азапты партердегі бақылаумен жеңіске жетті. Алайда Орли Албаспен жекпе-жекте Камару сенімді түрде қарсыласын соққымен жеңіп, тек 11-ші минутта тейкдаун жасап, басымдықпен айқын жеңіске жетті. Келесі жекпе-жегін Усман UFC 210 турнирінде өткізді. Бұл оның номерленген турнирдегі алғашқы кездесуі болды. Қарсылас 3 жеңіс қатарынан алған Шон Стрикланд. Ол рейтингте 36-ші орында тұрған. Бірінші раундта Камару әдеттегідей көп уақытын күреспен өткізді және қарсыласының сол көзін астына жарақат түсірді. Рақат Стрикландтың көру қабілетін шектеп, Усманның оң қол соққыларын жиі қолдануына мүмкіндік берді. Сол соққылардың бірі екінші раундтың ортасында дәл тиіп, қарсыласын нокдаунға түсірді, бірақ Усман оны аяқтай алмады. Дегенмен жекпе-жек төрешілер шешімімен оның пайдасына бітіп, Камару UFC-де қатарына 5 дебюттық жекпе-жегін жеңген алғашқы жартылай орта салмақ өкілі атанды. Келесі қарсы Серхо Морайс 7 жекпе-жекте жеңілмеген бразилиялық, бірақ ол Усманның қарқынына төтеп бере алмады. Камару алдымен оны блокқа тиген соққымен нокдаунға түсіріп, 2 минуттан кейін оң тік соққымен толық нокдаунға жіберді. Бұл жолы Усман сенімді түрде тобын қарсылас сұраған, алайда бір айдан соң оның келесі қарсыласы тағы да аз танымал норвегиялық проспект Эмил Миф болатыны белгілі болды. Микті физикалық тұрғыда нигериялықтан кем емес еді, бірақ бұл жеткіліксіз болды. Тейкдаун жекпе-жек басталғаннан кейін небәрі 5 секундтан кейін орын алды. Жалпы алғанда олар аяғында бар болғанда 2 минуттан ғана тұрды, ал қалған 13 минут Усман қарсыласын жай ғана жаншып тастады. Бұл тағы да бір үстемдік танытқан өнер көрсету еді, бірақ жекпе-жектің соңына қарай көрермендер нигериялықты ашық түрде ысқырып, наразылық білдірді. Осы жеңістің арқасында Усман рейтингте 9-ші орынға көтерілді, ал бірнеше айдан кейін 7-ші болды. Камару Ковингтонмен кездесуге мүмкіндік ала алмады, бірақ алғаш рет бүкіл турнирдің басты жекпе-жегін басқарды. Мамыр айында Сантьяго Понзинобомен кездесуге жоспарланған еді, бірақ аргентиналық жарақат алып жекпе-жектен бас тартты. Усман дереу мәлімдеді, егер рейтингте қарсылас табылмаса, ол төбелеспейді. Алайда матчмейкерлер оған лайықты қарсылас Демиан Майяны тапты. Бұл Майяның 12 ай ішіндегі 4-ші жекпе-жек еді. Бразилиялық алғашқылардың бірі болып Усманға тейкдаун жасай алды. Тіпті бір сәтке оның артына шығып үлгерді, бірақ өзіне тән тұншықтыру әдісін орындай алмады. Екінші раундтан бастап 40 жастағы ардагердің шаршағаны байқалды. Усман оны тұрыста сенімді түрде ұрып, тіпті 4-ші раундтың басында кездесуді мерзімнен бұрын аяқтай жаздады. Кейін белгілі болғандай, ол 2-ші және 3-ші раундта 2 қолын жарақаттап алған, бірақ бұл үшін ол ақталмады. Бұл жеңіс Усманның UFC-дегі 8-ші қатардағы жеңісі болды. Жартылай орта салмақтағы ешбір белсенді спортшы мұндай сериямен мақтан алмады. Ол Майяны рейтингте басып озып, үздік 5-ке енді. Дегенмен бәрін кенет Даррен Тилл артта қалдырды. Ол Стивен Томпсонды жеңіп, чемпиондық мүмкіндікке ие болды.
Жарақаттан айыққан соң Усман өзінің келесі қарсыласы Рафаэл дос Анжоспен кездесуге шықты. Ол жақында Колби Ковингтонға уақытша белбеу үшін жеңілген болатын және рейтингте 3-ші орында тұр. Жекпе-жек 2018 жылдың қарашасында өтті. Алғашқы раундта Рафаэл дос Анжос жақсы көрінді. Тіпті бір төрешінің карточкасында 20-18 есебімен алда тұрды. Бірақ 3-ші раундтан бастап Усман толық қуатына көшті. Нәтижесінде ол қарсыласынан 2 есе көп дәл соққы жасап, 12 табысты тейкдаун орындады. Тіпті сол кештің үздік өнері үшін бонус алды. Бұл оған TUF финалдан бері алғаш рет берілген еді. Сұхбатта ол енді чемпиондық мүмкіндікті алуға үміттенетінін айтты және оған себепті жеткілікті болатын. 9 жеңіс қатарынан бұл Джордж Сен-Пьерден бері ең ұзақ жеңіс сериясы еді. Қаңтардың басында ресми хабарлама шықты. Вудли мен Усман UFC 235 турнирінің басты жекпе-жегінде Лас-Вегаста кездесті. Усман UFC тарихындағы ең үстемдікке ие болған өнердің бірін көрсетті. Бұған дейін Вудли тейкдаундардың 95%-ын қорғана алатын, ал бұл жолы әр раундта кілемге құлап жатты. Екінші раундтан бастап көрермендер чемпионды аяй бастады. Оның жүзі мүлдем абдырап, не істерін білмей қалғандай көрінді. Усман титулдық жекпе-жектер тарихындағы рекордты орнатып, Вудлиді 276 соққы айырмасымен басып озды. Ол UFC тарихындағы алғашқы Африка құрлығында туған чемпион атанды және әлемдік рейтингтің көшін бастады. Вудли 2-ші орынға түсті, ал оның артында Ковингтон орналасты. Бірнеше айдан кейін Колби Робби Лоулдерді оңай жеңіп, барлығы Усманды бірінші рет жеңе алатын адам сол шығар деп айта бастады. Олар Нью-Йорктегі UFC 244 турнирінде кездесуі керек еді, бірақ Ковингтон өз базалық гонорарына келіспей жоғары сома талап етті. Соның салдарынан жекпе-жек кейінге шегерілді. Бірақ ешкім өкінген жоқ. Усман мен Ковингтон нағыз соғыс жасады. Екеуі де өздерінің күрес базасын мүлдем ұмытып, таза төбелеске кірісті. 5-ші раунд басталар алдында төрешілердің карточкаларында абсолютті тең нәтиже тұрды. Бір төреші 3 раундты Ковингтонға, екіншісі 3 раундты Усманға берді, ал үшіншісі тең деп санады. Бірақ нигериялық бірнеше рет қарқынын үдетіп, Ковингтонды нокдаунға жіберіп, төрешіні жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр етті. Бұл сөзсіз кештің ең үздік жекпе-жегі және жылдың ең керемет айқастарының бірі болды. Жекпе-жектен кейінгі сұхбатында мақтанған әрі бақытты Камаро Усман бұл жеңісті бүкіл әлемге арнаған айтты. Осылайша бірнеше ай бойы дивизионда шектен шыққан мәмілелер жасап жүрген Ковингтонға ишара жасады. Ай бойы жартылай орта салмақта тыныштық орнады. Ковингтон жарақаттан кейін қалпына келуге уақыт алды. Масвидал болса келісімшартқа елеулі үстемақысы жекпе-жекке шығуға асықпады. Ал рейтингтегі 4-ші орын иесі Леон Эдуардс тым ұзақ уақыт төбелеспегендіктен титулға үміткер ретінде ешкімге қызық болмады. Сөйтіп барлығын күтпеген жерден Гилберт Бернс басып озды. Қаңтар айында ол рейтингте 12-ші орында еді, бірақ Демиан Майя мен Тайрон Вудлиді сенімді түрде жеңіп үздік үштікке көтерілді. Ол кез келген уақытта, кез келген қарсыласпен төбелесуге дайын болды. Пандемия кезінде мұндай жауынгерлер ерекше бағаланатын. Сондықтан промоушен Усман мен Бернс титулы үшін UFC 251 турнирінде кездеседі деп ресми хабарланғанда ешкім таңғалған жоқ. Алайда Бернстің COVID-19 сынамасы оны титулдық жекпе-жектен шеттетті. Турнирге небәрі 6 күн қалғанда жекпе-жекке Хорхе Масвидал келісім берді. Жанкүйерлер нағыз отты айқасты күтті, бірақ нәтиже мүлдем басқаша болды. Салқын қанды есеппен төбелескен Усман қарсыласын үнемі клинчте тіреп, аяқтарын басып, тағы да бір жақты шешіммен жеңіске жетті. Аренада ренж дыбысы естілмеді, өйткені турнир көрерменсіз өтті. Дегенмен турнир 1.300.000 ақылы трансляция жинап, рекорд орнатты. Усман жартылай орта салмақтағы ең ұзақ жеңіс сериясын қайталап, тарихқа енді. Кейін UFC 278 турниріне Гилберт Бернсті нокаутпен жеңіп, Хорхе Масвидал мен Колби Ковингтонды тағы бір рет жеңіп шықты. Бірақ жасы жеткендіктен Леон Эдуардстан қатарынан 2 рет жеңіліп, белбеуінен айырылды. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.